Видео. Ана фотография деп қойыппын ғой. Менің мына келе жатқан жаңа жылға айтар ең басты тілегім 1920 тышқан жылы біздің еліміз үшін, біздің халқымыз үшін шешуші жыл болсын. Амин. Бұл жыл бізге қашаннан бері армандап келе жатқан өзгерістер алып келсін. Амин. Ол өзгерістердің ең бастысы Қазақстанның Назарбаев пен оның режимінен құтылу өзгерісі. Амин. Өйтпесе қазақ еш уақытта ұшпаққа шықпайды. Ол айқын. Тек қана осы режимнен құтылған кезде қазақ қайтадан өз еліне, мемлекетіне ие болады. Өзінің, былайынша бейнелей айтқанда, қотырын өзі қаситын болады. Ешкімге тәуелді болмайды қазіргі. Қазіргі бізге төніп тұрған Путиндік Ресейдің де, Цзиньпиньдік Қытайдың да қауіптері әлсірейді. Қазір біз өте қиын жағдайда тұрмыз. Бірақ ең бірінші қазіргі номер бірінші жау Қазақстандағы, қазақтың жауы, ол Назарбаевтың режимі. Осыған бәрі байланысты болып тұр. Егер осы режим болмаса, сатқын режим болмаса, мына бүгінгі жағдай басымызда болмас еді. Мен бүгін көшеде келе жатып, қолдарын жайып қайыр сұрап тұрған қазақтың әжелерін, аталарын көрген кезде жүрегім қан қақсайды. Бұрын қазақ қайыр сұрамаған халық еш уақытта. Осыны Назарбаевтың билігі сол жағдайға, масқара жағдайға жеткізді. Сондықтан біздің елімізде қазақ өз байлығына, Алла тағала бұйыртқан байлыққа өзі ие болып, еште бір елден, араб елдері болсын, басқасы болсын, кем болмайтын жағдайға көтерілсін. Менің тілегім Қазақстан, қазақ халқы аман есен осы жағдайларға жетсін. Амин. Айтқан